Қайырлы күн баршаңызға. Татар халқының ең ұлттық тағамдарының бірі, жасау жолы өте оңай және де қамыры өте жұмсақ болып шығатын чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Ең алдымен бізге осылай 4 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстіне кішкентай ғана тұз және де кішкентай ғана ас содасын салып, жақсылап барлығын блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне осылай қамырымызды салып, жайлап асықпай қамыр илейтін боламыз. Яғни бізде қамырымыз не қатты да емес, не жұмсақ та емес болу керек. Осылай басында илегенде кішкене қаттылау болады, артына илегеле өзі жұмсақ болады. Осы қамырымызды селлофанға салып 15 минутқа жарты сағатқа қоя тұрамыз. Міне қойғаннан кейін осылай қамырымызды екі жаққа екіге бөліп, қамырымызды шұқа етіп жаятын боламыз. Мен қамырымды жайып шықтым, дайындап, міне қалыңдығы осындай болып шықты. Енді кезекті ішіне құттай ғана ұнымызды сүйебеміз де екі жағына. Міне дәл видеодадай осылай жіңішке етіп, барлығын осылай турап шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыз осылай кесіп аламыз да, одан кейін осылай жіңішке етіп, осылай турап шығатын боламыз. Міне одан кейін осылай қызып тұрған майымызды осылай қуыратын боламыз. Бізде мұнда көпіріп жатқан себебі ішінде сода болғандықтан көпіреді. Менде осылай ожауымыздың көмегімен осылай араластырып отырып, қуырып алатын боламыз. Міне осылай қуырып, осылай үлкен табақшамыздың ішіне барлығын салып жинайтын боламыз. Ендігіде ішіне салмасына мен осылай ыдысымызға осындай бір кесе секер және де осындай кеседе мөлшерде су үй температурасында және де осындай искусственный медті қостым. Осылардың барлығын қосып, басында отымыз қатты болады, одан кейін баяу отта кішкене қайнатып аламыз. Қайнағанда мынадай шылдыр сияқты болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай видеодай. Міне осыдан кейін осыны мына табағымның үстіне ысылай манағы қосатын боламыз. Қолдарыңыз күйіп кетпесін. Осылай құйғаннан кейін осындай ожаудың көмегімен жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Осы видеоның таралуына және де дамуына өздеріңіздің көмектерін тигізгілеріңіз келсе, осында поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісіне, Instagram желісіне жіберсеңіздер болады. Осылай араластырып болғаннан кейін осындай мен ыдысыма үстіне пергамент қағазын жайып, үстіне осылай барлығын салдым. Яғни мен холодильникке 5-6 сағатқа қатыруға қоятын боламын. Осылай барлығын салып аламыз да, осы ожауымыздың көмегімен үстін қатты басатын боламыз. Міне достар, осылай барлығын басып, күшімізден басатын боламыз. Яғни бытырап, шашырап кетпеу үшін осылай жасасаңыздар болады. Достар, менде 5-6 сағат холодильникте тұра алмады, себебі балдарым сұрап қақылдап қоймағасын. Осылай алуға жөңгердім. Міне жартыны алып үлгердім. Осылай тәрлікке салып дайындадым. Міне достар, дайын. Жасап көріңіздер, өте оңай. Рахмет, ас болсын, сау болыңыздар.